Нұрлан, мына 3-ші блок құрылтайының негізгі ұйымдастырушылардың бірі өзіңізсіз. Келіп жатқан адамдар саны қаншаға келді? Көңіліңіз толып жатыр ма? Жиналған адам қанша болып жатыр? Негізінде көңіл толып жатыр. Қызығушылық үлкен екені көрініп тұр. Жалпы тіркелу бойынша 300 адамға жуық болды енді. Бірақ соның 200-ден астам келіп қатысады деп ойдамыз. Өте тамаша. Енді осы блок құрылтайын нақты не күтесіз? Бұл 3-ші блок құрылтай алдыңғы құрылтайға қарағанда ұйымдастыру деңгейі мен ойымша жодан жоғары сияқты да. Сіз не күтесіз мысалы өзіңіз? Өкінішке орай салыстырмалы түрде айтатын болсам, мен алдыңғыларына қатыспағанмын. Мен бірінші рет қатысуым, ол кезде онлайн ғана көрдік. Бір белгілі себептермен бара алмай қалдым, бірақ хабардарының бәрін интернеттен көрдім. Енді бұған ешқандай сын не болмаса мақтау айта алмаймын, өйткені мен бірінші рет өткізіп жатырмын. Осындай ұйымдастырушылық ретінде қастарында жүрмін. Ол сын басқа біреулер айтсын. Негізінен бұл жерде жаңа блогерлер арасында пікір алмасу, тәжірибе алмасу, бір-бірімен танысу, білісу, сондай мәселе. Журналда адам көп келгені жақсы да бұндай кезде. Сіздің негізгі ойыңыз адам көп жиналса, сол жағынан жақсы болу керек қой. Мен оны негізі айтып отырғаным сол да. Өзім мынандай идеология ұстанамын. Қазаққа көмектесу керек. Сапа өсу керек. Мен өзім орыс блог сферасынан келген адаммын. Қазақ блог сферасына ауысып отырмын. Кемшіліктерді де көріп отырмын, артықшылықтарды да көріп отырмын, патриоттық сезімді де көріп отырмын, бірақ қазақтар бірін-бірін сүйреп, үлкен сапаға көшу керек. Мәселе негізінен санда емес, сапада. Осы жиналған 200 адам ала бұйыртса сапасы жоғары болар деп ойлаймын. Болмаса ары қарай өсуге өте үлкен ықпал береді деп ойлаймын, таныстықпенен. Алла таластарыңызға сәттілік берсін, жақсы өтсін. Рахмет.